телефон өзімен өзі жарты сағатта өшіп қосылады, немесе бір себеппен өзімен өзі қосылады және қайтып өшеді. Бірінші себеп, сіз су кірмеді ме? Сол сұраққа жауап беріңіз. Өзіңізге егер су кірмесе, онда соңғы программалар жүктедіңіз бе? Керек емес, вирус программалар болуы мүмкін. Негізінде Android'та вирус жоқ, бірақ соңғы программаларды өшіріп қараңыз. Соның ішінде 2-3 программа өшіріп тастаңыз, сосын телефонды өшіріп қайтып қосыңыз, тексеріңіз. Ол болмаса, онда басқа сим-карта салыңыз. Сим-картаны тексеріңіз. Жарты сағат, 1 сағат, 2 сағат өшпесе, онда сіздің сим-картыңыз ақаулық болып тұр. Және үшінші себеп, өте қауіпті себеп, сброс данных, яғни телефонды қалай сатып алдыңыз, солай барлық фотоларды флешкаға салыңыз, екінші контакттарды сим-картаға лақтырыңыз, одан кейін барлық телефонды сброс жасаңыз, яғни барлығын қалпына келтір. Ол қалай жасайды деген сұрақ туындаса, настройкаға кіресіздер. Настройкаға кіргеннен кейін өзіңізде қазір сіздерде басқаша болады. Міне аккаунт синхронизация деген. Сіздерде аккаунт сондай болуы мүмкін. Менде резервная копия сброс деп тұрады. Сброс настройки деген болады. Сізді барлығы кетіп қалады. Ішінде фото, видео, тек флешкеден басқасы. Флешканы алып тастаңыз, содан кейін сим-картаны алып тастаңыз, және лақтырғаннан кейін міне барлығы өшіп қалады. Сброс жасағаннан кейін сосын телефоныңыз қалай сатып алдыңыз, дәл сондай болып тұрады. Егер сіз сброс данных жасағың келмейді, менде гарантия бар. Телефоныңызға 1 жыл болмаған жағдайда сіз тегін телефоныңызды жасай аласыздар. Ол әрине тегін жасап беру керек, себебі сіз гарантиямен жасап жатырсыз. Яғни кепілдік бар телефонға. Олардың сіз яғни договор құрғанда олар тегін жасайды гарантиямен. Өзінен бір қосып жүрейін, бұл ондай емес деп ойлаймын, бірақ телефонды 2 сағатқа өшіріп тастаңыз. Бір жері ысып тұруы мүмкін, жай ғана 2 сағатта өшіріп тастаңыз, телефонды 100%-ға қойыңыз, 2 сағат өшіріп тастаңыз, сосын қосып көріңіз. Егер қайталанып жатса, бағанағын соңғысын айтқанда жасап көріңіз. Сброс данных жасап көріңіз. Егер сброс данныхтан кейін өшіріп, яғни телефонды жаңадан қылдырғаннан кейін ол да болмаса, онда сіз амал жоқ мастерге апаруға тура келеді. Мастер ішін ашады, себебін анықтайды, диагностика жасайды, сосын сізге себебін айтады және бағасын да айтады. Алдын ала мастермен келісіп алыңыз, яғни қанша болады деген сияқты, себебі сіз диагностика жасап болғаннан кейін сізде қымбат сұрауы мүмкін. Сондықтан бағасын алдын ала келісіп алыңыздар телефонды ремонтқа апарғанда. Достар, видеоның астында біздің интернет дүкеніміз бар, және Инстаграмда желісіміз бар, біліп жүремін, және осы видеоға лайк басып қойыңыз, біліп жүремінге жазылыңыздар.